Астықты уақытылы жинаумен қатар дұрыс сақтай білуде маңызды. Бұл сұрақ Тимирязев ауданындағы Қуаныш ШИК шаруа қожалығының басты назарында. Биыл олар Ұлыбританияда жасалған ағынды 2 сатылы кептіргіш сатып алған. Ол элеватор өнімділігін 5 есе жоғарылатуға мүмкіндік туғызып отыр. Заман талабына сай жұмыс істеп тұрған шаруашылықта біздің арна тілшілері болып қайтты. Тимирязев ауданындағы Қуаныш ШИК шаруа қожалығының құрылғанына 10 жыл. Шаруашылық жергілікті кәсіпкерлерді сапалы кептірумен және өнімді сақтаумен қамтамасыз етіп келеді. Дегенмен уақыттың бір орында тұрмасы анық. Сәйкесінше ескі бидай кептіргіштер Ұлыбританияда жасалған Alvan Blanche қондырғыларына ауыстырылды. Оған фермерлер 180 мың евро қаражат жұмсапты. Жаңа қондырғы өз шығынын ақтады дейді мұндағылар. Өнімділік тәулігіне 650 тоннаға жеткен. Биыл біз август айында жаңа сушилканы қойдық. Бұл Англиядан келген сушилка. Преимуществосы өте жақсы бұрынғы сушилкаға. Бұл жаңа технология. Барлық культураларды сушить етуге болады. Сосын бұл культуралардың качествосын жоғалтпайды. 2 сатылы кептіргіш барлық дәнді дақылды көлденеңнен кептіру мүмкіндігін туғызып отыр. Жаңа қондырғыда дақыл отқа жақындамайды. Бұл өз кезегінде өнім сапасының жоғарылауына сеп. Сондай-ақ кептіргіштер өртке қауіпсіз және толық автоматтандырылған. Петр Шахневичтің қожалықта өндіріс шебері болып жұмыс істеп жүргеніне 3 жыл болған. Жаңа қондырғының қыр-сырын меңгеріп алған ол бар істі жалғыз тындырады. Негізгі міндеті үрдісті бақылауда ұстау. Буквально прошлый год работали на старом оборудовании. 2 жыл ескі кептіргіштермен жұмыс істедім. Олар жиі сына беретін, жөндеуге де ұзақ уақыт кететін. Жаңа кептіргіштермен жұмыс істеу әлдеқайда оңай әрі ыңғайлы. Ол қажетті температура мен ылғалдылықты өзі қадағалап ұстап тұрады. Барлық үрдіс автоматтандырылған. Өнім сапасының жоғары болуына да әсер етеді. Элеватор сыйымдылығы 10 мың тонна. Жаңа қондырғының арқасында шаруашылық өнімді үздіксіз қабылдап, тоқтаусыз жұмыс істеуде. Фариза Жаситова, Екатерина Белоусова, Орал Амиренов, Ақпарат.